Түнде корольдік палаталарда шахмат ойнап жүргенде, Равенна патшалықта үстемдік орнату жоспарын аяқтайды. Бұл патша үшін азапты аяқталуға әкеледі. Сиқырлы айнаның күшімен патшайым жеңілмейтін болып қалады, және ол бүкіл патшалықты оның сіңлісін оңай басқара алады. Равенна Фрияның герцог Блеквудқа ғашық болып бара жатқанын түсінгенде, ол оны алаңдатпауға шақырады. Өйткені ол барлық әйелдер сияқты Фрияны жақсы көреді. Оның отбасында бір күні оның сиқыры оянады. Бірақ ол үшін жас әйел өзіне қажет нәрсені табу керек. Міне, оның күшінің қайнар көзі. Сол кезде Равенна әпкесінің қыздан жүкті екенін біледі, және герцог корольдік отбасының басқа жас мүшесіне уәде етілгендей, ол киген теңіз хилдасымен бірге одан бас тартатынын айтады. Мұны естіген Фрея герцогтың ата-анасы оны үйленуге мәжбүрлейтін әйелді ұнатпайтынын айтып, оны ешқашан тастамайтынын айтып, қарсылық білдіреді. Бірнеше айдан кейін бұл әйел әдемі қызды дүниеге әкеліп, сүйіктісінен хат алады. Онда ол онымен сарай бақтарында кездесуге келіседі. Алайда, ол онымен кездесуге шыққанда, Фрея оның тұзаққа түскенін біледі, және бірнеше минуттан кейін қызының бөлмесінде жалынның жайылып жатқанын көреді. Мұнараның басына жеткенде, ол күлге оранған герцогты тауып алады да, өртті өзі тудырғанын анықтайды. Осы кезде Фрея сатқындықтың азабын алғаш рет сезініп, ақыры өз күшін оята алады. Герцог Блеквудтың басқа амалы жоқ деп айтқанына қарамастан, герцог Блеквуд тірідей тоңып, жерге тиген кезде денесі жарылып кетеді. Қайғы мен ашу ызаға бой алдырған Фрея әпкесін тастап, алыс солтүстік елдерде өз патшалығын іздеуге шешім қабылдады. Бұл адамдарды оның есімінен қорқуға мәжбүр етті. Қысқа уақыт ішінде Фрея солтүстіктің жасыл, егістік алқаптарын мұздатылған жансыз мекенде ортасына айналдырды. Оның қызын тәрбиелеуге мүмкіндігі болмағандықтан, мұз ханшайымы ондаған басқа балаларды асырап алуға шешім қабылдады. Бірақ бұл үшін оларды елден күштеп шығаруға тура келді. Олар отбасыларынан бөлек. Ата-анасының жоқтығына қайғырған жастардың қайғы қасіретін байқаған Фрея оларға сабақ беруді ұйғарады, және махаббат оның патшалығында тыйым салынған жалғыз нәрсе екенін айтады. Өз көзінше, қар ханшайымы бұл балаларға жақсылық жасап, оларды болашақта оларға зиян тигізуі мүмкін кез келген байланыстан босатады. Ал оның орнына Фрея осы жастардың әрқайсысынан сөзсіз берілгендікті талап етеді. Патшайым өз сарбаздарының көмегімен жетімдерді таңдаулы аңшы болуға дайындайды, және уақыт өте келе бұл жаттығу өз жемісін бере бастайды. Бойы басқа балалардың көпшілігіне қарағанда кішірек болса да, сара керемет күрескерге айналады. Тіпті олардың ішіндегі ең мықтысы Эрикпен тең дәрежеде күресуге дейін барады. Өз сыныбындағы ең ұлы вундеркинд. Уақыт өте келе олардың өзара таңданысы балалардың ешқайсысының дамуына мүмкіндік бермейтін жаңа сезімге айнала бастады. Мұны түсінген Фрея оларға қарауды шешті, бірақ оған ешқашан араласудың қажеті жоқ еді. Өйткені жақсы сарбаздар сияқты олардың ешқайсысы да патшайымына қарсы шығуға батылы бармады. Жылдар өткен соң, жетімдер есейген сайын, патшалыққа балалардың жаңа толқыны келіп, оларды оқытуды бастайды. Өйткені олардың әскері жақын арада солтүстіктің ұлы патшаларына қарсы соғысқа аттанады. Шайқас үшін шайқас. Аңшылар сарайға жеңімпаз болып оралады, және олар бірге бірнеше соғыста жеңіске жеткеннен кейін, Сара мен Эрик бір-біріне деген жасырын сезімдерін ашуға шешім қабылдады. Ыстық су бассейнінде шомылу кезінде ерлі зайыптылар мәңгілік махаббатқа ант береді. Ал Сара Эрикке өзінің жалғыз қазынасын, анасынан алған алқасын береді. Мұз ханшайымының бақылауында махаббаттарын өмір сүре алмайтындарын білген ерлі зайыптылар Фреяның олардың әр қадамын үнемі бақылап отыратынын білмей, қашуға шешім қабылдады. Таңертең ерте, күн шыққалы тұрған кезде ерлі зайыптылар заттарын жинап кетпекші болады. Бірақ соңында оларды басқа аңшылар қоршап алады. Содан кейін патшайым келіп, сатқындықтан көңілі қалғанын айтады. Бірақ егер олар қол ұстаса, олар кете алатынын айтады. Олар өз сыныбындағы ең жақсы екі жауынгер болғандықтан, екеуі де өз бақыттарын сынап көруді шешеді, және қарсыластарын құлатып үлгереді. Тіпті қарусыз және ашылықта болса да, Сара мен Эрик шайқаста жеңіске жетіп, мұз ханшайымына олардың махаббаты оларды ажыратқысы келгеннен де күшті екенін дәлелдеді. Алайда, бұл шайқастың нәтижесіне қанағаттанбаған Фрея алдауды шешіп, олардың арасына мұз мұнарасын салып жатыр. Осы кезде ол орнынан тұрып, Сараға арт жағынан шабуылдап, оны арқасынан пышақтап тастайды. Сүйіктісінің қанының қабырғалардан ағып жатқанын көріп, Эрик мұзды өз жұдырығымен сындыруға тырысады. Бірақ Фрея қабырғаны орнында ұстау үшін өз күшін пайдаланады. Эриктің басынан соққы алғаннан кейін оны сарқырамаға лақтырып жіберді. Бірақ ол аман қалды, және ормандағы жалғыз өмірін жалғастырды. Ол өзінің ұлы махаббатының өлгеніне сенеді. Жылдар өтіп, Фреяның патшалығы өсе берді. Ал оның әпкесі Равенна аңшылар мен Ақшақардың қолынан жеңілді. 7 жылдан кейін Ақшақар патшалығында сиқырлы айнаны қауіпсіз жерге тасымалдау кезінде патша әскерінің сарбаздары бейтаныс дыбыстарды ести бастайды. Таныс дауыстар жақындап қалды. Кенеттен оларға шабуыл жасалды. Бірнеше аптадан кейін бір топ аңшылардың лақтарға шабуыл жасап жатқанын көрген Эрик әрекет етуді ұйғарады. Ал оларды ұрғаннан кейін ер адам оларға орманынан кетуді бұйырады. Аңшылар алып кеткен барлық жануарлардың өмірі үшін төлем ретінде Эрик олардың бір жылқысын сақтап қалуды ұйғарып, өзен жағасына қарай жолға шығады. Бірнеше минуттан кейін ол ханзада Уильямның келгеніне таң қалады.
ол Эрикке көмек сұрауға барғанын айтады. Сиқырлы айна. Ханзаданың айтуынша, оның патшалығындағы барлық адамдар айнаның күші Равеннамен бірге жойылды деп сенген, бірақ олар қателескен. Жақында Ақшақар айнаның ішінде зұлымдық өсіп жатқанын байқап, одан құтылуға ант берді. Алайда, 2 апта бұрын олар айнаны киелі орынға апарып жатқанда, корольдік отрядтың барлық мүшелері із-түзсіз жоғалып кетті. Алғашында Эрик бұл іске араласудан бас тартты, бірақ Ақшақарға айнадан естіген дауыстары әсер еткенін білгенде, ол өз ойын өзгертеді. Уильяммен сөйлескен кезде аңшы ағаш бұтағынан қарап тұрған тыңшы үкіні байқап қалып, оны жою үшін балтасын лақтырып жіберді. Енді мұз ханшайымы айна туралы білетіндіктен, Эрик оның артынан барады деп үміттенеді. Сондықтан ол ханзададан өз адамдарын солтүстікке апаруын сұрайды. Өйткені ол корольдік әскерлерден жоғалып кетуді зерттеп жатыр. Гомдар, Неон және Гриф Уильямның соңынан ерудің орнына. Бұл миссия олардың өмірін қиюы мүмкін екенін біле тұра, марапаттан өз үлесін алу үшін аңшымен бірге жүруді ұйғарды. Эрик сарбаздарға шабуыл жасалған жерге келгенде, олардың өз жебелері мен қылыштарымен өлтірілгенін түсінеді. Бұл олардың патша әскеріне тиесілі емес жебені тауып алып, айнаны оның иесі алып кеткен деген қорытындыға келеді. Түн түскенде трио саяхатын жалғастырмас бұрын демалу үшін тавернаға тоқтауды шешеді. Бірақ аңшылар тобымен қиындыққа тап болады. Оның бойы туралы келеке мазақ еткеніне ашуланған Неон қарсы тұрады, және ақырында оны қорғау үшін ұрысқа кіріскен жолдастарына қиындық туғызады. Ұрыс кезінде Эрик бір уақытта бірнеше аңшымен бетпе-бет келуі керек, және оларды ұру үшін балтаны пайдаланады. Бірақ тұтқынға түсіп, бірнеше адамды алып кетеді. Мекемеден қуылғанға дейін соққы береді. Сол кезде ол бұл аңшыларды Фрея патшайым оны жою үшін жібергенін біледі, және ол ең болмағанда, еркін адам ретінде өмірінен айырылатынын біле тұра, өз тағдырын қабылдайды. Алайда, ол басынан соққы алуға дайын болған кезде, Эрикті жұмбақ жауынгер құтқарады. Ол кенеттен пайда болып, осы адамдардың барлығын жалғыз өзі жеңеді. Жолдастарының оңай жойылатынын көрген өмір бойына бас бостандығынан айырылған адам, екінші қолынан айырылғанша қашып кетуге бел буады. Ал оның артынан аман қалғандар ілеседі. Аңшылар кетіп бара жатқанда, жауынгер бетін жауып тұрған қалпағын шешіп алады. Ал Эрик оны сүйіктісінің құтқарғанын көреді. Сол сәтте ол елесті көргенде абдырап қалады да, пышақталып қалады. Эрик оянғанда, ол бұл туралы армандайма деп ойлай бастайды. Бірақ көп ұзамай Сараның шынайы екенін түсінеді, және оның тірі екенін білгенде жеңілдейді. Алайда, әйел оған қатты ашуланады. Өйткені ол Фрея екеуінің арасында мұз қабырғасын тұрғызғаннан кейін Эрик оны тастап қашып кетті деп сенеді. Сара күйеуінің қашып бара жатқанын көріп, алданып жатқанда, Эрик талдың оны жойып жібергенін көрді. Бірақ бұл ешқашан болған емес. Әйел Фреяның оны 7 жылға түрмеге қамағанын, және ақыры қашып үлгергенде Сара оны табамын деп ант еткенін айтады. Енді олар қайтадан бірге болғаннан кейін, Эрик сүйіктісінің сенімін қайтаруға тырысады. Өйткені ол оны тастап кететініне сенуден бас тартады. Сара Эриктің Фреяның марқұм әпкесінің сиқырлы айнасын иемденуіне жол бермеуге тырысып жатқанын білгенде, ол көмектесуге бел буады. Өйткені егер бұл орын алса, мұз ханшайымы жеңілмейтін болады. Орманнан өтіп бара жатқанда, топ 2 ергежейлі құрған тұзаққа түсіп қалады. Ал Эрик олардың өмірі үшін саудаласуға мәжбүр болады. Аңшы патша сарбазының шабуылынан тапқан найзаның ұшына салынған үлкен гауһар тасты көргенде, Бромвин айнаны ормандағы ең ашкөз ұрылар гоблиндер ұрлап кеткен деген қорытындыға келді. Доринаның айтуынша, гоблиндер өз қазыналарын киелі орынның солтүстік батысында орналасқан қараңғы орманда сақтайды деген қауесет бар. Мәселе мынада, бұл орманнан ешкім ешқашан тірі шықпаған. Бірақ Бромвин Эрик пен Сараның аңшы екенін білгенде, олармен мәміле жасауды шешеді. Гном гоблиннің жасырынған жеріне баратын жолды көрсетуді ұсынады. Ал Эрик пен оның командасы айна қазып жатқанда, Дорина екеуі қалталарын алтынмен толтырады. Өзеннен бірнеше сағат өткеннен кейін, экипаж қараңғы орманның шетіне келіп, жағадан алтын мен асыл тастарды табады. Жорық кезінде топ орманға баруды ұйғарған, бірақ көп ұзамай жойылып кеткен молшылық аңшыларының денелерінің бөліктерін кездестіреді. Гоблинге пана іздеп жүргенде, Эрик, Сара және гномдар арқан көпіріне тап болады. Ал оның астында қышқыл көл бар. Тас бөліктері бірнеше секундта ұшып кетеді. Жай аңшы сиқырлы айнаға тап болады. Ал оның айналасында оны ұрлап кеткен гоблиндердің денелері жатыр. Осы кезде Эрик олардың бірін нағыз сарбаздар сияқты жойып жібергенін түсініп, жолдастарына айнаға қарамауды бұйырады. Алайда, команда сиқырлы затқа жақындай бастағанда, ашулы гоблин пайда болып, шақырылмаған қонақтарды иіскей бастайды. Бромвиннің орманынан асыл тасты ұрлап кеткенін түсінген соң, жаратылыс оған шабуыл жасайды. Сондықтан Сара гномды қорғауға шешім қабылдады. Құбыжық оны бірден құлатып үлгереді. Ал Эрик сүйіктісін қорғауға кіріседі. Өйткені ол оны жоғалтып, алу идеясын ешқашан қабылдамайды. Тағы бір рет, гоблин бос емес кезде, аңшы гномдардан оның ықпалына түспеу үшін айнаны жауып, оны қайыққа апаруын сұрайды. Ол басқыншыларды жалғыз өзі тоқтата алмайтынын түсінгенде,
құбыжық одақтастарын тонаудың алдын алуға көмектесуге шақыруды ұйғарады және Эрикті жеңу үшін мүйіздерін пайдалануды жалғастырады. Сол кезде Сара жаудың кеудесіне қанжар лақтырып, оның назарын Эрикке гоблиннің басын жерге тигізіп, өлімге әкелетін соққы беру үшін жеткілікті уақытқа аудара алды. Тіршілік иесінің ішіне пышақ сұғып алғаннан кейін, Сара күйеуінің үйлену түнінде оған берген алқасын тағуды ешқашан тоқтатпағанын және оны шынымен тастап кетпегеніне қатты әсер еткенін түсінеді. Алайда, ерлі зайыптылардың татуласуға мүмкіндігі болмай тұрып, оларға гоблиндер тобы кедергі жасап, қашуға мәжбүр болды. Сара арқан көпіріне жете жаздаған кезде, оның аяғына жүзім бұтасының оралғанын сезді және оны қайтадан орманға сүйреп апарды. Тез арада Эрик арқанды балтамен кесіп тастады. Ал әйелі көлдің арғы бетіне өтіп бара жатқанда, ол оны көпірді қиратты. Сондықтан тіршілік иелері оның соңынан ере алмады. Алайда Сара айнаны киелі орынға апарудың орнына күйеуін тастап кетуден бас тартып, оған жауларын жоюға көмектесуді шешті. Гоблиндердің қаны жанғыш сұйықтықтан тұратынын білетіндіктен, әйел жауға жанып тұрған жебені лақтырады. Кенет от барлық құбыжықтардың денесіне жайылып кетті. Қорқыныштан аман қалған бірнеше адам қашып, жасырынуға бел буады. Ал Эриктің жүзім бұтасының көмегімен көлді жүзіп өтуге мүмкіндігі бар. Күн батқалы тұрғандықтан, команда лагер үшін қауіпсіз орын іздейді. Өйткені олар қорыққа барар алдында демалуы керек. Олардың достары төсекке дайындалып жатқанда, Неон мен Дорина бір-бірімен жақынырақ танысу мүмкіндігін пайдаланады. Ал гном бұл мүмкіндікті жіберіп алмайды. Әдемі қызға қамқорлық жасау мүмкіндігі. Күн батқан бойда Сара жылынып, жарасын емдеу үшін отқа жақындайды. Осы кезде Эрик гоблиндер үзген сәтті жалғастыру үшін әйеліне жақындайды және ерлі зайыптылар 7 жыл ажырасқаннан кейін қайта қосылуға мүмкіндік алады. Таңертең ағаш шыңдары тербелген кезде желде айнаны жауып тұрған матаны жұлып алады. Кенеттен Эрик оның атын атаған сыбырларды ести бастайды. Ол сиқырлы жәдігерге жақындағанда, аңшы өз әйелін құртқысы келеді және ол бұл жұмысты аяқтау үшін пышақты алады. Бірақ Сара оған салынған сиқырды дер кезінде жойып жібереді. Осы кезде суық фронт жақындап, айналадағы барлық өсімдіктер мен көлдер қата бастайды. Аңшыға өзін бәрінен де жақсы көретін адамы опасыздық жасағанын түсіну көп уақытты қажет етпейді. Қар ханшайымы алып мысыққа мініп келе жатқанда, Сара оны бірінші болып қарсы алады. Әскерінің қоршауында қалған Фрея Эрикке алданғаны үшін, оны мазақ ету үшін жақындап, сарбаздарына айнаны қайтаруды бұйырады. Сиқырлы армияның артефактісін дұрыс емес қолға түсірмеуге бел буған Дорина соғысуға қаруын суырып алып, ақыры Неонмен бірге тоңып қалады. Оны қорғауға тырысу үшін оның алдында достарының мұз мүсіндеріне айналғанын көрген Эрик патшайымды қанжармен ұруға тырысады. Бірақ Фрея шабуылды тоқтата алады. Айнамен және тағы 2 олжамен кетер алдында патшайым Сараны айнаға қарауға мәжбүрлейді. Содан кейін оған күйеуін жоюды бұйырады. Тікелей кеудесіне оқ тигеннен кейін Эрик ес-түссіз жерге құлап түседі. Бірақ Гриф жебені суырып алғанда, оның тірі екенін біледі. Сараның оған сыйлық ретінде берген алқасының кулонына ілінгенін түсінген аңшы әйелі оны ешқашан жойғысы келмегенін, өйткені ол ешқашан жіберіп алмағанын түсінеді. Сара мен оның достарын құтқару идеясына жігерленген Эрик Гриф пен Бромвинді онымен бірге баруға көндіре алды. Ал үштік оларды солтүстікке апарған орман перілерінен көмек алды. Фрея өз сарайына келгенде, ол адамға жақындайды. Сиқырлы айнаны алып, одан кімнің өзінен де сұлу екенін көрсетуін сұра. Осы кезде айнадан көп мөлшерде алтын ағып, Фрея ешқашан күтпеген нәрсе ашылғанша бірте-бірте пішінін ала бастайды. Кенет мұз ханшайымы үлкен әпкесінің дәл алдында тұрғанын көріп, оның қалай аман қалғанын сұрайды. Жауап ретінде Равенна шабуылдың алдында денесін тастап, айнаның ішіне тығылғанын, онда бірнеше жыл бойы қамалып қалғанын айтады. Енді ол бостандықта болғандықтан, зұлым патшайым өзінің патшалығын қайтарып алу және Ақшақардың жүрегін жұлып алу үшін Фреядан көмек сұрайды. Алайда, мұз ханшайымы өз патшалығының басшылығын ешкіммен, тіпті әпкесімен бөліскісі келмейді және Равеннаның тақта отырғанын көріп, ол шешім қабылдады. Оған қарсы тұру үшін бірнеше сағаттан кейін аңшы мен оның достары мұз патшалығына келеді. Ал Эрик қамалдың төбесіне жету үшін айналадағы тауларды аралап жүргенде, Гриф пен Бромвин достарын іздеуге шығады. Ақыры бекініске кіріп үлгергенде, аңшы арбалетті алып, үлкен залға қарай бет алады. Онда Фрея өзінің барлық сарбаздарын Ақшақар патшалығына қарсы соғысқа шақырады. Бірақ жебе мұз патшайымына тиетін сәтте, Равенна кіріп, жебені өз қолымен ұстап алды. Күйеуінің оны алып кетуге қайтып келгенін білген Сара оған қосылуға бел буып, Фреяға шабуыл жасайды. Бірақ ол шабуылды аяқтай алмай, ақыры оны тұтқындады. Содан кейін ерлі зайыптылардың қолына кісен салынып, ол басқа аңшыларды патшайымға қарсы шығуға көндіруге тырысады. Өйткені ол оларды бала кезінде үйлерінен алып шығып, өз әскерінде соғысуға мәжбүр еткен. Ол өзінің ескі достарының ешқайсысы оларды құтқару үшін тәуекелге бармайтынын түсінгенде, Сара күйеуінің қолынан ұстап, екеуі де үкімін орындау үшін тізерлеп отырады. Алайда, тал ерлі зайыптылардың басын кесудің орнына,
оларды босату үшін пышағын пайдаланады және бірнеше басқа аңшыларды оларға қосылуға және Фреяны тоқтатуға көндіреді. Осы кезде Эрикке қарсы жеке Венеттаның жетегінде кеткен Равенна бірнеше сарбазды басынан, кеудесінен соққылармен жою үшін өз күшін пайдаланады. Әпкесінің аңшыларын жойып жатқанын көрген мұз ханшайымы оларды қорғау үшін қабырға тұрғызады. Ал Равенна Фреяның әлсіздігін жоя алғанына сенген кезде көңілі қалғанын көрсетеді. Осы кезде зұлым патшайымнан оны сынап көру үшін қандай механизмді қолданғаны туралы сұралады. Ал Фрея қызының өліміне Равенна себепкер болғанын біледі. Өйткені ол есейген кезде баланың өзі сияқты болатынын білді. Сен одан да әдемісің. Сол түні ол өзінің күшін пайдаланып, герцог Блеквудты өз қызын құртуға мәжбүр етті және ол бұл қорқынышты құпияны бірнеше жыл бойы құпия ұстай алды. Ақыры шындықты білгенде Фрея дүрбелеңге түседі. Өйткені оның әпкесі оған сенетін жалғыз адам болған. Осы кезде Равенна сіңлісінің әлсіздігін пайдаланып, оған шабуыл жасайды. Мұз қабырғасын қиратып, аңшыларға әрекет етуге мүмкіндік береді. Жақындаған аңшы Равеннаны жер асты әлеміне қайтаруға тырысады. Бірақ бұл жолы әйел одан да күшті болып, Эрикті алысқа итеріп жібереді. Содан кейін Сара күтпеген жерден шабуыл жасайды. Бірақ ол да жеңіліске ұшырайды. Содан кейін Фрея келіп, әпкесін құшақтайды. Өйткені ол оны тоқтата алатын жалғыз адам екенін біледі. Денесінің тоңып қалғанын сезген Равенна Фреяны еш ойланбастан жойып жібереді. Фрея және оның денесін қазықпен шаншып тастайды. Мұз ханшайымы жерде жатып, ауырып жатқанда, Эрик егер бұл жолы сәтті болса, оның басқа мүмкіндігі болмайтынын біліп, соңғы шабуылды жасау үшін көтеріледі. Ик бала шайқас кезінде аңшы Равенна лақтырған тікенектерден жалтаруы керек. Ал Фрея соңғы күшін пайдаланады. Айнаны мұздату үшін. Осы кезде Эрик балтасын затқа лақтырып жібереді. Айнаның мыңдаған сынықтарға ұшып бара жатқанын көріп, денесіне соққы алады. Сиқырлы артефакт жойылғаннан кейін Равеннаның денесі мүсінге айналады. Содан кейін бөлшектеніп кетеді. Соңғы сәттерінде Фрея шынайы махаббаттың куәсі болуға мүмкіндігі алады және Эрик пен Сараның бір-біріне ие болғаны үшін өте бақытты екенін растайды. Мұз ханшайымы қайтыс болғаннан кейін оның галереясында жинаған барлық мұздатылған мүсіндері өмірге қайта оралады. Соның ішінде Неон мен Дорина. Сол күні аңшылар бостандықтарын қалпына келтіріп, ата-анасынан ұрланған балалар ақыры отбасыларына орала алды. Эрик пен Сараны біріктірген терең сүйіспеншіліктің арқасында солтүстік жерлер азат болып, Ақшақар патшалығы зұлымдықтан құтқарылды. Сонымен